Дін жалпы жеңіл. Инна дина юсрун дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, дін жеңіл дейді. Мысалы әйел кісілерге мынандай бір әдемі хадисті сыйлайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Иза соллатил мар'ату хомсаха. Егер де әйел заты 5 уақыт намазын тұрақты атқарса, біріншісі айтылды. Ва сомат шахраха. Рамазан айы келген кезде Рамазан айының оразасын ұстап берсе, екінші амал кетті. Ва хафизат фарджаха. Ұятты жерін сақтаса. Төртінші, ва атуағат заужаха. Күйеуіне бойұсынса. 4 амалды атады. Сосын айтады, қиля лаха. Қиямет күні айтылады дейді оған. Жаңағы әйел затына. Оған айтылады дейді. Удхулил жанна. Жәннатқа кіре ғой деп. Бұл бір жағы, ар жағын қарас. Мен әйе абуабил жәннати ши'ти. Жәннаттың қай есігінен кіргін келсе кіре ғой деп айтады екен. Көрдіңіз бе? Сонда қараңыздар қандай нәрсе. Неге осы 4 нәрсе? Өйткені әйелдің, сіз оны келін қылып түсіріп алғаннан кейін, әйел қылып алып келгеннен кейін үйінде тұрады ғой. Сол үйдің ішіне толтырып тастаған екен Алла тағала жәннаттың бүкіл сауабын. Оның жұмысы негізі өте көп. Оның асхана деп аталатын жұмысы бар. Оның жаңағы балаға қарау, баланың киімі, баланың тәрбиесі, баланың сабағы жетеді жұмыс. Әрқайсысы өз алдына жұмыс. Бұның барлығы енді ана деген ұғымның жұмысының ішіне кіріп кетеді да, міндеттің. Оның жаңағы әрбір нәрсесі түні бойы ұйықтамауы 9 ай көтеруінен басталады оның бәрі. Оны өтеп бере алмайсың, оны болды. Ана деген өзінің бір жеке жұмысы бар да, үлкен. Қараңыз. Оны солай сыйлаған, ол қадірін тіпті баласына фәлә тақул лахума уффин. Әкең ата анаңа туф деген сөзіңді естімей дейді Алла тағала. Қараңыз, ол мектеп ол. Одан кейін оның күйеу деген жұмысы бар. Қараңыздар. Оған бойұсыну, жаңағы құқықтарын орындау деген нәрселер. Одан кейін тағы бір келін деген жұмысы бар да. Көрдіңіз ба? Сол енесі мен атасы мен енесін сыйлап берсе, өзінің қыз кезіндегі әке шешесіне үлгере алмай қалған, немесе шіркін-ай қасында жүрген сөзді жасасам еді ғой, ертерек білгенімде ғой осы иманды, намазды мен деп өкінген нәрсесін бәрін толтырып береді ғой. Көрді. Бұның барлығы әйелдің жихады үйдің ішіне жасап тастағанда, оның осы істерге жететін күшіне еркектің күші жете алмайды. Именно осы үйдің ішіндегі шаруаларына жететін күшінде еркек жарсамайды онымен. Еркектігін дүзге берген, сыртқа берген Алла тағала мысалы. Соқтан оның жетеді оның жұмыстары. Оның Алла тағаланың оған бергелі тұрған нәрсесі өте жеткілікті да. Күйеуінің ең бірінші һәм негізгі ақысы әйелінің мойнындағы, ол күйеуіне бойұсынуы. Міне осы бойұсыну деген нәрсеге жететін жақсылық жоқ. Құрметті әйел жамағаты, оған өте қатты дәрежеде назар аударыңыздар, немқұрайды қарамаңыздар. Бұл бойұсыну деген нәрсе, әйел адам еріне бойұсынса, әйел бақытты. Әйелдің бақытын Алла тағала сол нәрсеге сап қойғанда, басқаша ол ешқашан бақытты бола алмайды. Біздің көбіміз көптеген өсиеттерді мына ақылымызбен емес, көңіл қалауларымызбен тыңдағандықтан, нәпсімізге үлес болмай қалғандықтан кейде ренжіп қабылдап атамыз бұндай нәрселерді. Бірақ бұл бойұсыну деген нәрсе шындап келген кезде, ол әйел адамның бақыты да, ерінің хақысы бұл. Сондай-ақ ер адам, ол бұйырғанда да, ол сол өзіне Раббысы бұйырған түзулікті бұйырады әйеліне. Ол басқа нәрсені бұйырмайды. Не бір нәрсені тыйса да, ол сол әлемдердің Раббысы өзіне тыйған нәрсені, сол нәрсені әйеліне де тыяды ол. Сондықтан бойұсыну деген нәрсе шындап келген кезде күйеуіне бойұсыну деген нәрсе. Ол Алла тағала жақсы көретін нәрсемен, Алла тағала жек көретін нәрселерге негізделген. Қандай да бір нәрсені Алла тағала бұйырса, парыз қылса, немесе ұнатса, жақсы көрсе, разы болса, не осы нәрселерді күйеуі әйеліне бұйыруға міндетті. Және әйелі сол істерде бойұсынуға міндетті. Сондай қандай да бір нәрселерді Алла тағала харам қылса, жек көрсе, ұнатпаса, наразы болса, осы нәрселердің барлығын күйеуі өзі бірінші орында, сосын екіншіден әйеліне сол нәрселерді тыюға міндетті. Әйелі бұл тыйымдарды естіген кезде
тыйылуға міндетті болады. Жалпы бойсыну деген кезде асылы осы нәрселер көзделеді. Сондықтан мына әйел адам мысалы қандай да бір жақсы амалдарды жасап жүрсе, сондай-ақ мысалы Аллах тағаланың хақысы болған намазды оқиды, бірақ күйеуі оған өсек айтпа дейді, ол өсек айтады. Күйеуі оған ғайбат айтпа дейді, ол ғайбат айтады. Күйеуі оған мына телесериалдарды көре берме дейді, ол көре береді. Міне осындай жағдайларда бойұсынбауы арқылы жаңағы намазының күйі қалай болады десеңіздер, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: «Иннал мар'ата, сөзсіз әйел адам, ла туадди хаққаллахи хатта туаддия хаққа заужиха» дейді. Әйел заты күйеуінің хақысын атқармайынша Алланың хақысын атқарып жатыр деп есептелінбейді дейді. Неге? Өйткені күйеуінің жаңағы тыйым салып жатқан нәрселерінің барлығы ол сол бойұсынуды толықтандыру Алла тағалаға. Ол сол намаздың мақсаты. Мысалы намаздың өзін Алла тағала айтқанда: «Инна салата танха анил фахшай уал мункар», расында намаз арсыз істерден, теріс істерден тыяды дейді. Сол намазды тыя алмай жатқан кезде күйеуі келіп оны тыяды: сен өсек айтпа, сен өтірік айтпа, сен ғайбат айтпа деген нәрселерді, бұйрықтарды берген кезде әйелі бұл нәрселерге бойұсыну керек. Не осы бойұсыну шындап келген кезде өте үлкен дәрежеде қажет әйел затына. Бұның барлығы әйелдің түзулігін сақтау үшін қойылған нәрселерді, әйел дүп түзу болу үшін істеліп жатқан нәрселер. Өйткені әйел көбінесе ақылға қарағанда, көптеген әйелдер ақылға қарағанда көбінесе сезімге ереді. Сосын күйеуінің жаңағы ұнатып тұрған ісіне қайшы болады көңілдері. Сөйтіп бойұсынбаушылық дегеннің жаңа иісі шығады. Не көрдіңіздер ғой. Сондықтан күйеуіңіз сізге осындай адал некеден кейін ол ешқашан сізге күнә деген нәрсені бұйырмайды ол. Сондықтан күнәні бұйырып жатқан кезде ғана сіздің бойұсынбауға толық хақыңыз бар. Өйткені күнәда бойұсыну деген нәрсе жоқ. Өйткені жаңа айттық қой, әйелдің күйеуіне бойұсынуы ол Аллаға бойұсынудың тармағы ретінде бұйырылған нәрсе. Егер де күйеуі күнәға бұйырып жатқан болса, әйел ол жерде бойұсынбайды.